Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай китайский оверлокты сабақтап үйренетін боламыз. Ең бірінші шет жақтағы қызыл жіптен бастаймыз. Қызыл жіп бізде үстіңгі жіп болып саналады оверлокта. Ең бірінші мына жерге кіргіземіз. Сосын мына жерден өткіземіз. Сосын мына жерден өткіземіз. Енді мына табақшаға кіргізетін боламыз жібімізді. Сосын табақшаның жанындағы тесікке өткіземіз. Сосын ең важный момент мына жерде бүйтеміз. Мынаны былай кіргіземіз. Сосын мына құлағын бұрау арқылы мына үстіңгі ілгекке өткіземіз. Енді мына жерде астыңғы ілгектің ортасындағы жіпті алып, мына ілгекке ілеміз. Үстіңгі ілгекке мінекей ілінді. Сосын мінекей. Сосын үстіңгі бір тесігі бар, соған өткіземіз. Мінекей үстіңгі жіп бізде дайын. Одан кейін инені өткіземіз. Мінекей сары жіпті алдық. Сосын мына жерден өткіземіз. Сосын мына табақшаның ортасынан өткіземіз. Сосын мына жерден. Сосын мынау ілгекке өткіземіз. Ілгектен өткізгеннен кейін мына жерге өткіземіз. Мінекей. Сосын мына табақшаға сабақтау маңызды емес, өйткені мына табақшаға бетіп орасақ, бізде онша емес тігіс пайда болады. Енді инеміз, сабақтаймыз. Мінекей. Ине сабақталып бітті. Кезекте үшінші жіп, бізде көк жіп. Көк жіпті аламыз. Сөйтіп, мына жерде, мінекей, мына жерде бір тесік бар, соған кіргіземіз. Сосын мынау лапкадан өткіземіз мына жерінде. Сосын мына жерде бір тесік бар. Мінекей. Мінекей, опа. Сол жерден өткіземіз. Крышкада. Ой-ой-ой. Мінекей. Крышкадан өткізгеннен кейін, мына жерде мынау тарелканың жанындағы тесіктен өткіземіз. Сөйтіп, мынау тарелкаға ортасына қысамыз. Сосын мына жерде бізде тағы бір тесік бар, ұзын туннель. Соған кіргіземіз. Мінекей. Өткіздік. Ең важный момент енді мінекей. Мына жерде бізде петля бар. Ілгек, мынандай кішкентай ілгек бар. Соған өткіземіз. Так. Мына жіпті өткіземіз бір қолмен. Пинцетпен мына жаққа өткізіп алдық. Өткізіп алғаннан кейін енді мына жердегі ілгекке кіргіземіз. Мінекей. Сосын мынау петлительге ілеміз. Өзімізге қарай. Сосын мінекей. Өзімізге қарай, одан кейін үстіңгі тесікке өткіземіз. Мінекей. Бізде үшінші жіп сабақталып бітті.
Мінекей 3 жібімізді жинадық. Сөйтіп крышкасын жабамыз. Мінекей. Енді тігіс жүргізіп көреміз. Мына лапканың ортасынан өткізсек, мінекей. Мінекей достар, біздің тігісіміз осындай болып шықты.